Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін үй жағдайында осындай әдемі шай дайындаймыз. Жаз мезгілінде өте керемет, пайдалы. Ораза кезінде әсіресе шөлді басады. Лимон мен мята денсаулыққа пайдалы. Маған керекті заттар лимон, мята, бал және көк шай. Алдыменен бір лимонымызды жуып алып, бұны осындай бөліктерге бөлеміз. Жартысын ғана алдым. Мятамызды да жуып аламыз. Мятамыздың керекті жерін аламыз, өзімізге кесіп, тазалап. Шайнегімізді де бір шайып дайындап қоямыз. Алдыменен көк шай заваркамызды саламыз. Сонан соң мятамызды саламыз жапырақтан. Сосын лимонымызды саламыз. Бұның үстіне қайнап тұрған су құямыз. Демдейміз бұны кәдімгідей шай қылып. Бұның дәмі енді керемет болады. Иісі де күшті болады. Оған үлкен қасықпенен бір ас қасық бал саламыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша тәтті қылып ішеміз десеңдер, одан да көп салсаңыздар болады. Бал менен лимон өте пайдалы денсаулыққа. Міне осындай болып шығады, цветі сап-сары болу керек. Міне көк шайымыз, бал қосылған, лимон, мята қосылған, дәмі керемет енді. Бұны кішкене қоқ қоямыз да, тындырып. Міне шайымыз дайын. Түсі сап-сары осындай болып шығады. Дәмі енді керемет бұл. Өте пайдалы.